Армысыздар, құрметті киношолушылар. Сіздерге бүгін ұсынатын фильм «Құм немесе қанды құм» деп аталады. Кино жағажайдағы жастардың көңілі кешінен басталады. Олар билеп, шарап ішіп, көңіл көтеріп жүреді. Мич, атты жас жігіт, барлығына телефондарын тапсыруды сұрайды. Өйткені келесі күні болған жағдайды интернетке салып жіберу мүмкін деп ойлайды. Одан кейін Винс пен Гилбор деген екі жігіт үлкен түсініксіз шар тауып алып келеді. Сырты шырышты қабатпен қапталған түсініксіз шар еді. Көбіне жеркеніш тудырады. Ішіп маз болғандары сонша, осындай оқиғаға қалай жол бергендері түсініксіз. Таң алады, бәрі ұйықтап жатыр. Кейли атты қыз Мич пен Джон мен Кенди, Ронни мен Венди машинада ұйықтап жатады. Кейли бәрінен бұрын тұрып, құм үстінде қонып кері ұша алмай қалған шағаланы көреді. Ол солай құмға сініп жоқ болады. Кейли шошып кетеді. Ол бәрін оятуға тырысады. Достарының құмды баспауын өтінеді. Кейли келесі қарап үлгергенше қарсы беттегі Маршал атты дос қозының күннің астында ұйықтап қалғанын көреді. Оны ескертіп үлгергенше ол аяғын құмға басып үлгереді. Ол аяғын ала алмай қалады. Бәрі шошып болған көмектеспекші болады. Венс оған көмекке ұмтылады. Кейли тоқтатқысы келгенімен ол тыңдамайды. Ол жүгіріп барып құмға жағалады. Қозғала алмай қалады. Ол кезде Маршал құмға сынып кеткен болатын. Венс қатты қиналып құмға сынып бара жатады. Оның беті, көзі құмға ағып жоқ болып жатады. Қатты аурудан қиналып құмға сынып бара жатады. Олар не істерлерін білмей қатты қиналады. Не істеуге болады деп ойлана бастайды. Телефондарын алып қоңырау шалуға телефондары багажникте қалған болады. Бір уақытта Гилберт оянады. Ол от жағатын бөшкеде кептеліп қалған болады. Оған достары қозғалмауын өтінеді. Қозғалса өлетінін айтады. Осылай олар ешқайда қозғала алмай бірнеше сағат отырады. Ешкім көмекке келмейді. Олар өзара қарым-қатынастарын айта бастайды. Бір-бірімен бетпе-бет қалған адамдар көбінесе қарым-қатынастарын талқылайтыны анық қой. Кейли күннен қорғайтын кремді машинада күн астында отырғандарға лақтырады. Гилберт әлі бөшке ішінде отыр. Сол кезде Кейли болып жатқан жағдайда талдау жасай бастайды. Түндегі жұмыртқа сияқты затты айтады. Ол жерде жарылып жатады. Яғни ол топыраққа сініп өзінің қорегін құмға түскен кезгілген тірі ағзаны жеп жұту арқылы өмір сүреді деп топшалайды. Оның қаншалықты аумақты алып жатқандығын білу үшін кеме ішіндегі шұжықтарды лақтырып аумақты бақылайды. Бөшке ішінде отырған Гилберттің қасында бір қос қонып құмға сынып жоқ болғанын көріп достарының дұрыс айтқанына көзі жетеді. Лақтырылған шұжықтарының соңғысы жерге сіңбей қалып қояды. Олардың жүзінде үміт пайда болады. Бірақ шұжық жатқан жер бұларға өте алыс еді. Джон машинаның артындағы серфингке арналған тақтайларды пайдаланып жол жасап жетпек болады. Олай 2 жол жасап жүреді де аяғы сырғып кетеді. Алдына тұрған ағашқа жете алмай барлық күшімен тартылады. Сол кезде ішіне қарай жіңішке талшықтар тартылып жабыса бастайды. Ішін жарақаттанғанмен ол тартылып ағаш тақтайдың үстіне шығып үлгереді. Тақтай үстіндегі дорбадан тамақ қарай бастайды. Ішінен бананды алып жерге жақындата бастағанда талшықтар қозғалғанын байқайды. Бірақ түнде от жанған жерде талшықтар шықпағанын көреді. Яғни ол жер қауіпсіз, бірақ өзін өте нашар сезініп тұрады. Жарасы қанталып тұрады, ауырып тұрады. Оған кері қайт дегенін тыңдамай, сол жердегі тақтайды жата кетеді. Сол кезде машинаның қозғалғанын байқайды. Машинаға іліккен талшықтар оны батыра бастайды. Басқа жол жоқ екенін түсінген екі қыз багажникті қалайда ашып телефондарын алу керек екендерін түсінеді. Багажникті ашып телефонды алған уақытты теңіз жағалауының күзет машинасы келеді. Боларын айқайлап шақырғанына қарап шегіп алған деп ойлап мән бермейді. Сол кезде багажникпен аяғы тайып құмға құлап түседі. Ол аяғының ауырғанын айқайлап жатады. Теңіз жағалауының күзетшісі боларын көмектесін іздегеніне мән бермейді. Оған машинадан түспей деп айқайласа да, ол машинамен түсіп Джонның қасына келеді. Таң қалатын жайт оның офицерлік аяқ киіміне ештеңе болмайды. Бірақ та ол Джонға күрмек бермейді. Олар өтірік айтып отыр деп түсінеді, және оларға бұрышты балон шашам деп қорқытады. Сол кезде оның кілті жерге түсіп кетеді. Айтып болғанша, жерден кілтін алам деген офицердің қолы құмға жабысып қалады. Қолын алам деп бір қолын шынтағынан бастап жұлып алып шок болып құлайды. Солай құмға сіне береді.
Сол кезде аяғына сүйретпе мен орамалды киіп офицердің машинасына жеткізе келген Митч шалының құлап түседі. Оны да құм жұтып қояды. Шыдамаған Кейли машинаға секіреді. Ол машинада Кендимен тартысып қалады. Джон Кейлиді сүйетінін мойындайды. Олар офицер машинасына жетуді ойлайды. Құлаған жіңішке баспалдақ темірдің үстінен басып өткел жасайды. Олар Джонға жетеді. Ары қарай жарытқанынан қыз құлап қоныны жеп қояды. Кенди аяғына орамалды байлап алады да жүгіріп офицердің машинасына жетеді. Бұған қуанған Гилберттің шалыс қимылына оны бөшкешінен әлгі мақұлық шығып тырмақтармен орап жеп қояды. Офицердің машинасын қалай қозғай бастайды. Сол кезде Кенди құлап басын соғып алады да есі үстін ауғанша капоттың үстіне жатады. Есін жинаған ол машинадан керек деген заттарды іздей бастайды. Сол кезде оған қомыр құбыжығы шабуылға шығады. Кейли екеуі оған бензин қойып өртеген болады. Машинаға Джонды алып келіп үшеуі отырады. Сол Джонның тірі емес екендігін біледі. Олар солай достарынан айырылып жылап ұйықтап кетеді. Таңертең ұйқысынан терезе түрткен ер адам оятады. Өздерінің құтқарылғандығын түсінеді. Олар қорқақтап құмды басқанмен ештеңе жоқ екенін түсінеді. Фильм соңында құбыжықтың теңізде жүзіп бара жатқанын көреміз. Осымен кезекті шолуымызда аяқталды. Кино ұнады деген үміттенемін. Ұнаған болса, достар, қазақ тілдегі арнаны қолдап, арнаға жазылып лайк басып, жанынан шыққан қоңыраушаны басып кетіңіз. Бұл бізге видео шығаруға деген үлкен мотивация береді. Олай болса, келесіде қандай киноға шолу жасайық немесе көре алмай жүрген көруге ерініп жүрген киноңыз болса, міндетті түрде комментарияға жазып шығыңыз. Біз міндетті түрде барлық пікірді оқып ұнаған киноны алып шығаратын боламыз.